Мен сіздің 10 жақсылығыңызды елемей кетеді екем, бір қателігіңіз үшін. Сізге мен бағаны солай береді екем. Сондықтан міне сіз бүгін естідіңіз, мен өзіме, сіз мына естіп тұрған адам, Инстаграмда ма, Ютубта ма естіп тұрған адам, бүгіннен бастап назарыңызды жаңағы ойлау қабілетімізді өзгерту керек. Бала ма, әйелім бе, туысым ба, жалпы көшедегі адам ба, мен оның бір артықшылығын көріп, жетістігін көріп, жақсылығын көріп бағалауым керек екен. Керісінше бір жақсылығын көрсем, оның 10 қателігін кешіріп жіберуім керек екен. Келіселесіз болсаған? Тапсырма береміз. Мен жаңа Венераға неме деп айттым? Мына адамның назары, Адамның назарын бұру. Біз оны қайда бұрамыз? Бізде 11 жыл мектеп оқығанбыз, жалпы. Бүкіл әлемді зерттегенбіз, бірақ, бүкіл әлемді оқытты, қазба байлықты оқытты, физика, химия, математика бәрін шақтық, әдебиеттің бәрін оқыдық, шетелдің бәрін оқыдық, солай ғой. Бірақ мына Бақытбек, болмаса Венера, болмаса Бауыржан ба, кім мынарда, Самат ба, Раушан ба деген сияқты, өзімізді тануды оқымағанбыз ғой. Көрдіңіз бе қалай? Назарды бұған қоймаған. Мына жерде мысалы адамның міне жүйке жүйеміз тұр, қан тамыр түгел тұр, Бірақ көбінде осыны оқытқанның өзінде мына лимфа дегенді көп оқытпайды бізде. Ал назар мынаған ауса, адам осы лимфасын зерттеп, қан айналымы, жүйке жүйесі, бүкіл зат алмасуды реттей алса, қан тамырды, лимфа тамырдың бәрін, адам баласы ауырмайды, Алла бұйыртса. Сол сияқты мен жаңа айтып жатырмын. Жалпы біз осы назарды басқа жаққа бұру деген қайдан шыққан? Айттым ғой жаңа. Неме дедің? Бізге сол программа қайдан келген өзі? Сөйтсе бізге балабақшадан бастап, мектеп бағдарламасында бірінші кластан басталыпты ғой өзі, бұлай айтқанда. Сонда менің айтайын дегенім, бірінші класқа сіз бардыңыз. Осыны мына Абай атам айтады ғой, сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Мен ана бәрін айтып тұрған жоқпын. Енді біреуді кемсітіп тұрған жоқпын. Бірақ Абай атам айтқандай сәулесі бар жігіттер осыны ойлансыншы. Бәлкім сіз бас жақта болуыңыз мүмкін. Ел басқарып жүрген адам болуыңыз мүмкін. Бәлкім бір жай қарапайым ата-ана болуыңыз мүмкін. Осыны естіп тұрған адам. Біз мына баланың назарын басқа жаққа бұруды үйрену керек. Біз мектеп бағдарламасы бізде қалай? Мысалы, сіз шығарма жазып келдіңіз. Болмаса неме деуші еді? Анандай жылдамдыққа оқыдыңыз. Болмаса диктант дейді ғой, сондай жазылушы еді ғой. Соны мұғалімдер тексергенде қалай бағалайды бізді? Шығармада. Бірінші мазмұнына қарамайды. Сіз мысалы үшін Бақытбек деп жаздыңыз. Менің атым Бақытбек. Ал Бақытбек деп жазсаңыз не болады? Бір қате бола ма? Қай әріптен қате кетті? Қ-ны. Ал енді сіз осыдан 5 ала аласыз ба? Неше қате болса 5 алмайсыз, 4-ке шығасыз. Бір сөз болса 5 точно болмайды. Міне, біз жаңағы қателікті қызылмен бүйтіп бадырайтып сызады екенбіз ғой. Солай ма? Көк пастыны қызылмен қателігін түзеп бадырайтып көрсетеді екенбіз де, баланың қабілеті жаңағы шығарма ол керемет идея айтып жатуы мүмкін. Оның болашағы бір керемет болуы мүмкін. Біз бірақ оны бағаламаймыз екен, бағаламайды екенбіз. Фокусты әріпке қояды екенбіз. Қ деген бір әріптен қате жіберді ме, біз оның бағасын төмендетеді екенбіз. Мәселе ол әріпте болмауы мүмкін. Әріпті түзеуге болады. Бірақ адамның мына ойлау қабілеті, ой өрісі, даналығы бірінші орында болу керек те. Сонда біз баланы міне сол бірінші класстан бастап, өзі ес білген сол ғой, бізге солай программа жазылады екен. Мен сізге қарасам да бір минусыңызды көреді екен. Мен сіздің 10
жақсылығыңызды елемей кетеді екен бір қателігіңіз үшін. Сізге мен бағаны солай береді екен. Сондықтан міне сіз бүгін естідіңіз, иә? Мен өзіме, сіз мына естіп тұрған адам, Инстаграмда ма, Ютубта ма естіп тұрған адам, бүгіннен бастап назарыңызды жаңағы ойлау қабілетімізді өзгерту керек. Бала ма, әйелім бе, туысым ба, жалпы көшедегі адам ба, мен оның бір артықшылығын көріп, жетістігін көріп, жақсылығын көріп бағалауым керек екен. Керісінше бір жақсылығын көрсем, оның 10 қателігін кешіріп жіберуім керек екен. Келіселесіз осыған? Міне, сонда бізді анау бала кезден бастап мына ойлау қабілетіміз, түсінігіміз өзгеріп кеткен. Бір нәрсеге қарағанда оның минусын көреді екенбіз, қараны. Минус көрмейміз десек те іздеп тұрамыз. Міне, өйткені бізге солай жазылған. Бала кезден бізге солай миға шұқыды ғой. Қате жібердің деп. Соны көрдіңіз бе? Сонымен бізді бағалапты ғой. Жоқ. Мен қазір мұғалім болсам, енді ол мен мұғалім болдырмайды, иә? Ондайға мен құзыретім де жоқ, үйтіп бағалауға. Бірақ мен өзімнің ойым өзгерді. Жалпы осыны түсінгеннен бастап қанша жыл болды, иә? Адамның жақсылығын, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалды. Тағы да шариғатқа келеміз, тағы да атам қазақ айтады. Жақсылығын асыр, жамандығын жасыр деген. Міне қазақтың данышпандылығы тағы осында. Міне атам қазақты біз қалай данышпан деп айтпаймыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан мен сізді мысал үшін бір жақсылығыңызға бола бүкіл басқа мінездеріңізді кешіретіндей болуым керек. Адамда бір жақсылық тауып алуға болады ғой. Солай ғой. Оның бір 2-3 қателігі болуы мүмкін. Жаман әдеті болуы мүмкін. Ол оған көз жұма қара деген емес. Қателігін айт. Бірақ бағалағанда жаңағы плюс жағын көп қарау керек. Баланы осыған үйрету керек екен. Өзімізді де осыған қарай тәрбиелеу керек. Сонда бізде қоғам басқаша дамитын боламыз.